Мендегі дәл қазіргі сәт. Ойбай. Негізі бұл етті бағана сағат 6-та ма салған ғой. Асты өшіп қалған, дұрыс піспеген, ужин ішпегенмін әлі. Содан жаңа телефонға кіріп кеттім ғой, енді соған тұрып тұрсын деп. Бұл жақта қамыр илеп. Түнгі асымды шендеп жатыр. Ай. Болғай болады екен, сағат түнгі 2-де, 2 болды ма сағат? Бірден 10 тап кетті ма, 1:30-да қалай болады екен мынау? Жақсы. Менен үйреніңдер, достар. Түнде тамақ жеген пайдалы. Біз жақта бит сағат атырау жақта кішкене бүйтіп отырасың бүйтіп. Қалай? Қай жеріңді бүгеріңді? Бізде қарасақ просто белді бүгесін былай, просто тізеліміз. Атырауда бүйтіп бүге салады. Просто атырау жақта. Ақтау жақта, ол жақта кәдімгі бүйтіп отырасың. Сендер жақта ертең берсе бағаннан кейін қолмен Бітсеңіз болады ма? екі ұстамай бүйтіп тұрсаң же. Ойлашы, үйдегілердің алдында тұрмышым. Ата мен не тұр, бәрі тұр. Ал енді мына біздің келініміз сәлем салып жіберсін десіз. Сочный, короче, шашымызды алдырып алдық. Укама кеп. Тек қана Ұлықбек қана салып беріп алды, шашты қараңдаршы. Даже артындағы түскен шашын өзі көрінбейді, қарасаңдаршы. Сол, короче. Чисто осыған кеп алатын адамсыңдар ғой. Қарашы, очередь. Бір күн бұрын алдын ала жазыласың, короче. Қасық бүкіл барберлар ет қалған, жалғыз өзі қалып, түнімен істейді шо, до конца. Ерте келеді. Айналасың осындай барберлар. Жігіттер бірақ нәрсеге измена жасамайды ғой. Қыз емес, ол әйел емес, ол чисто барбер. Шабаққа ойлайсың ба жөн? Иә. Шабаққа ойлайсың ба? Иә. Ты любишь моя. Что ты? Аружан. Кім туды сені? Аружан. Енді бір қызып кетсем тоқтай алмаймын ғой. Жалпы мен өзімнен ғана, менің ғана алатын